Шегіртке шөпте жатыр, құрбаққа келе жатыр. Корейский ресторан Хатика, ваша собачка ждет вас. Мен сандықтан шықтым, орын болса қалды. Әйел болып киінетін еркек. Әйел болып ойнайды. Енді Тұрсынбек болмаса білмеймін. Гей мен ол жаңағыда әйел болып киінетін адамдардың негізі айырмашылығы жер мен көктей ғой. Екеуі екі әлем ғой былай қарап тұрсаң. В чем секрет вашей красоты? Міне 46-ға толып бірінші блефаропластика жасап жатырмын да. Спартан кезінде 2016-2017 Қайрат біледі ғой. Біз роднойдың орнына степной деп кірдік. 15 жыл келдік, 15, 16, 17, 3 жылда балалар чемпион болды. Санаторияға барып бір демал болатындай болып қалыпсыз ғой. Любой темаға история бар ма? Мен 24 жылға айтып тұрмын ғой, мен қазір стендапқа шыққан себебім жиналып қалды да, мына жерде историялар туралы бәрін шығару керек мен. Сондай адам керек айтыңдаршы сендерге. Құлағыңдағы жырлап жүрмін. дейді. Мына прикол ұстап тұр ғой. Ендеше бүгінгі қонағымызбен таныстырайық. Бүгінгі қонағымыз әйгілі Казахи КВН командасының белді ойыншысы, актер, қазіргі таңда стендаппен мықты танылып жатқан Құмар Лұқман ағамыз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын әнеке. Қошеметтеріңіз. Где овации? КВН-дағыдай паровоз болып отыр ма? Құрмет қошемет қанеке! Хоп, 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 хоп. Терби! Жұп болсын бағайын, жұп болсын, ей! Негізі, рахмет. Қош келдіңіз. Бұл билейтін жоба, қош келдіңіз. Так, қош келдіңіз. Негізі, ар жақпен амандаспай қойға да болады, нормально. Так, негізі. Микрофон бар бізде еще, я? Бұл кісілер ана тас қасырында КВН ойнаған асауалик. Сразу микрофонсыз ойнай берген ғой кісілер. Опасно. Ну ладно. Здравствуйте, good evening, нихау деп қояды. Міне қарттардың әзілдері. Құрмет қошеметтеріңіз, пожалуйста. Так, рахмет. Ал, отыра Қош беріңіз. Қош келдіңіз. Рахмет, іске сәт. Ал, қалайсыздар? Чё там мына жерді аластап жібересіз, кішкеде? Күшті ма? Күшті. Енді қандай жоба екенін айтып өтіңдер. Нақ бәрін мен айта берем, бәрін. Енді сен аузың жабылмайды ғой. Тредстан жобасы. Ақшаны алып жатқан жалғыз ермек қойды. Вот именно алмайды. Негізі проект мына жігіттікі. Кажется, алады. Тығылып бермесе енді білмеймін. Тығылып беріп жүр, бірақ ақша емес. Жалпы Тредстан бағдарламасы. Тредста отырасыз ба? Жоқ, вообще отырмын. Ол андай приложение бар. Мен өсектен вообще жоқпын десем. Мәссаған, иә. Бүгін ашылам. Бүгін ашылыңызшы. Бүгін өсек айтатын күн, иә. Бүгін жаман ашыладыңыз. Давай, дайынбыз. Қатты ашылып кетпеңіз бірақ. Жабылмай қалмайық сізді. Болды. Так, жалпы Тредстағы бүкіл актуалды веткаларды біз қараймыз, оқимыз, талқылаймыз. Халықпен бірге, жалпы бұл кісілерде арасында сізге арнайы веткасын әкеп отқан қыздар бар. Ветка Сакуру дейма, сондай Точно ма? Жо, негізі Тредс деген не екенін түсіндіре кетейік. Үлкен кісі ғой енді түсіндірейік. Инстаграм бар ғой, Инстаграм білесіз ғой. Инстаграмда фото салады. Тоқта, Одноклассникіден басташы? Mail.ru-дан баста. Mail.ru-дан, иә. Твиттер білесіз ба, Твиттер? Жоқ. Ну ладно онда. Инстаграмда отырасыз ғой, жарайды, онда кеттім мен онда деймін. Агентте барсыз ба? Бармын. Болды. Инстаграмда ше? Конечно. Вайн салып тұрасыз ғой? Жоқ, конечно, білеміз ғой, просто мен ол жаққа кірмеймін. Кірсең, не сияқты ғой, есігін таппай қаласың деші? Корейский дорама сияқты ғой, бір көріп кетсем бітті. Шыға алмай қаласыз. Бүкіл дораманы көріп шығам ғой. Болған болып тұрсыз ғой? Любой жерге бір кірсеңіз бәрін көріп шығасыз ба сонда? Конечно, турецкий көріп шықтық, корейский бәрін көріп шықтық. Так, дәл қазір біздер әрқайсымыз үздік веткаларымызды алып келген болатынбыз, соны оқимыз, соның ішінен ең үздігін сізге тауып керек. Болды, онда бетейік, давай, бір сағат мен сендер қарайын, и потом қосылам деймін. Мен бір сағат ұйықтап алайын. Давай. Так, онда ар жақтан бастайық, Бұл Тредстан Қазақстанға гей оқыман КВНщиктер әкелді дейді. Бір таксиға отырсам, қатынның рөлін сомдағандар көп болды дейді. Таксисттер солай айтады екен біздер. Біздер таксисттер жайлы вообще ештеңе жамандық айтпаймыз ғой КВНщиктер. Так, менің вообще есімде бүкіл әзілдер бар. 99-дан бастап 2018-ге дейін бізде вообще гей туралы бір әзіл болған жоқ қой. Әйел болып киінетін еркек. Әйел болып ойнайды. Енді Тұрсынбек болмаса білмеймін.
менде ондай жоқ деймін. Все вопросы к нему деңізші. жоқ неге осы жайдарманшыларға квнщиктерге тиісе береді, біз ешкімге еш нәрсе демейміз ғой, өзімізбен өзіміз проект жасап жүрміз мысалы. Өзіміз білеміз, гей болсақ та дейсің ғой. Соны айтамын. Это наше право, да? Жоқ, бір әзіл болған, я помню, это казахстанский проект 2000 жылы. Скажите, а среди казахов есть голубые деп? И бір бала, конечно есть, что мы не мужики что ли деп? Сондай бір әзіл болған, иә. Оны енді дихлофоспен аластап қуып жібергенбіз. Неге именно таксист айтып отқан қызық та маған. Әйел болып кенет ана Нұртас Адамбай кино түсірді ғой, помните? Әйел болып кенет и соның кесірінен еркектер көреді да. Сондай пропаганда жүреді, иә? Культурный пропаганда жүріп жатыр дейді да. Мен онымен келіспеймін бір жағынан. Негізі қаншама гейлар бар, біреуі КВН ойнап көрмеген, кажется, вообще. Я проверял, деңізші. Ойнаса көретін едік қой десеңші. Көрмегенбіз вообще. Гейлардың сборной болған жоқ қой дейсің. Жоқ, гей мен ол жаңағыдай әйел болып киінетін адамдардың негізі айырмашылығы жер мен көктей ғой, екеуі екі әлем ғой былай қарап тұрсаң. Неге ондайға теңеп жатыр? Ол жағын білмедім шын айтайын. Соған жауап берсеңші. Біз как будто Марағаны бір гейлардың эксперті сияқты шақырдық, иә? Сразу с нападением. Залда гейлар бар ма? Бұл кісі андай, көз ашық азамат, гейлер сразу көреді деп. Бізде мынандай әзіл болған, в зале есть гей деп. А если найду деп? Еркектердің әйел болып киінетіні комедийный фильмдерде себебі жағымсыз қылықтар жасайды ғой. И оны әйел адам жасамасын деп еркектер киінетін сияқты бізде. Бірінші бастап берген сол. Иә, сол шама баяғыдан келе жатырған нәрсе ол. Шамшардың кезінде болды, болды. Кемпірді ойнады, просто образға салу деп. Енді ол әртіс қой, әртіс болған негізі тамашаның кезінен бар ғой, тамашаның кезінен бар жошылы да болды ол. Тек қана КВН емес, иә? Тек қана КВН емес. Сәтті шықты ғой. Енді білмеймін, Нұртас Адамбай деп жатсыздар, ол бала Америкада жүр. Өз жоқ, көз жоқ. Қызға келіп кетіп қалған ба Америкаға соны? Нам отвечать дейсіз ғой. Мен оған влиять етпейді деп ойлаймын мысалы. Оған қатысты емес. Сен бағдарламаны уағызға батырып қой дейсіз ғой. Гейларды қоя салайық та, нағып оны біз кәдімгі бір 10 минут гейларға посвятили уже. Они того не стоят. Просто ешбір бағдарлама ондай уақыт бөлмеген шығар гейларға. Лучше лесбиянка. Біреу шапалақ ұрды лесбиянка деген Қайсың? Бірінші постты КВН-нан бастайын дегенім ғой, бірақ тек осындай пост Оказалось, гейден бастап. Тек осындай пост болды. КВН жайында тек осындай пост. Жалпы қанағаттандың ба өзіңнің жауабыңа? Гейлардың бәрі қанағаттанды ма, қалай ойлайсың? Осыдан кейін бізде гей подписчиктар көбейіп кетсеші. Таксисттер қанағаттанса. Жарар енді болды. Түнде жазып тұрма бізге спиш деп. Предста. Так еттік. Айтболат. Жақсы, давайте жалғастырайық. Футбол қарайсыз ба, Құмарға? Иә, әрине Қараймыз ба да? Міне, бір көрсетіп жіберіңіз, әне. Жетісу! Қазір Нани көшті ғой? Иә. Нани Ақтөбе легенда ғой, сіз сияқты. Ойбой. Қалай, нормально? Не деген? Сен Назарбаевтың кезінде туылған бірден көрініп тұр ше. Кодке бірден кіресің. Тұрып қалып Еще жатыр. досымен кіріп кеттім. Орын жоқ дейсіз ғой да? Бар, орын бар. Маған да қызық болып жатыр ғой. Қаншауың сияды екенсіңдер. Так, айта бер аға. Енді Нани осы соңғы турда 2 гол соққан, соған жазып қойған біреу. Жасы 40-қа келіп сальто айналып жүр дейді. Мен 37-темін, туалетке күшенсем басым айналады. Спортпен шұғылданбайды енді. Иә, вот сіз спортпен шұғылданасыз ба, жалпы футбол ойнап тұрасыз ба? Братан, возраст ойлап отқан сияқты бірінші. 40 деген пацан ғой негізі, біз бұйырса міне 47-ге толып жатырмыз. О, бір қошеметтеп қояйық. Жас көрінесіз? Давленияның дәрісі бар ма, братан, нормально? Бәрі, айтпақшы тоқташы деп. 5 балам бар, 5 ұл. Үлкенім 20-да. А Нани неше баласы бар? Нани пацан ғой. Иә, сальто жасады. Үлкен кісімен отқан сияқты дворда шемішке районовский братанмен ба? Айтып алып берші шемішкелерім бар ма? Жоқ, мына кейбір ер жігіттер жасына жетпей қарындары шығып өздеріне қарамайды ғой. Сондайларға не десек болады? Тиіссек тиісті дейді, айтсақ айтты дейді. Әйелдер енді бала туса сондай болады. Залда балалардың бәрі бүйтіп отыр сразу. Қарындарын жинап алып. Не про меня деп та? Иә, неге өзіне қарамайды ер адамдар?
Сендер өздерің қарындарыңды жеп Енді- алдыңдар. Иә. Құмараға. Қандай ақыл кеңес айтасыз сондай жігіттерге? В чем секрет вашей красоты? Мынау көтке кіруді қоймады ғой бүгін. Мен шыға алмай жатырмын ғой. кіре берсін көрейік те деп жатырмын ғой. Орын жетеді, барлықтарыңыз жетеді деймін. Так, міне 46-ға толып бірінші блефаропластика жасап жатырмын да көзге. Астына. Пока астына. Сол Марат Алибаев айтпақшы. Ары қарай тағы да қарастырасың ба там өзің груди, попа дегенде. Ары қарай кетіп қалма дейді да. Сол до этого ешқандай операция, енді 5 жаста операция бәрімізде болды, оны білесіздер. Одан кейін вообще істеп көрмеген, міне блефараға бардым. А так қарын деген ол енді біріншіден гены, екіншіден андай КВН-да уайым болады, бізде қаншама финал болды, ұтыласың, уайымдайсың. Ол жерде қайдағы семірген? Сіздерде аз болады, иә. Генный, чебурашки, ладно. Да, осындай болып тұра ма? Иә, осындай болып тұрады. Уайымдамаңыз. Адами ақаулар болып тұрады бізде. Жоқ, сіздерде болмайды, потому что сіздер постоянно движениеда жүресіздер, да? Иә, бізде негіз біз 2099-да сезонға кірдік КВН-ға. 2018-де, 2017-де Спартамен. Получается 18 жыл, жылдан жылға КВН. Есік таппай жүрдіңіз ба шығатын? Жоқ, есік табасың ғой, 21-де таптық қой, КВН 60-қа толдық, сонымен шығып кеттік. Просто бір кірдім ба, чемпион шығып кету керек та. Сол 18 жыл от звонка до звонка. Сол мына жерде тұрды. Сендер тамақты күшті пісіресіңдер да, просто сосын шығып кетеді да. Рахмет. Маған қарап айтқаныңызшы, бірақ. Әйелдер деген ғой енді, жолдастарымыз үйленгеннен кейін. Мен бірақ Күйеуіңіз ба? жоқ. Мен ба? Қайрат па или мен ба? Қайрат мен әйелім. Қайсы? Қайрат пен Ермек. Айболат пен Айжан, Қайрат пен мен. Сізбен енді көресіз ғой соңында кім. Болды. Қайсымен қаласыз? Таңдап аласыздар ғой сіздер. Былай негізі передачамыз жақсы келіп жатыр ма? Әдемі көреді. Болды. Бәрін көрсем бола ма десеңші. Иә. Енді мен оқиын, иә. Қазақстанда класстастарымен ең жақын араласатын Қанат Әлжаппаров ғана сияқты дейді. Сіз қаншалықты класстастарыңызбен жақынсыз, араласып тұрасыз ба? Немесе қызықты оқиға болды ма, сол жайлы айтып кетсеңіз. 46-ға келгенде класстастары қалай болар екен? Неге Қанат Әлжаппаровты сол бір жасқа келіп қалды ғой? Қанат кәдімгідей ол сериал түсіріп жатыр. Қанат Иә. нешеде? Бір 40-қа келді ғой енді ол кісі. Тұрсынбек 79 біз. Нұрлан Тұрсынбек, мен Нұрдәулет 79 біз төртеуміз. Қанат енді бізге Сол жас шама шығар. Ай бір жас. Немен шамалас шығар, бір 76 шығар. Да? 76 декабрь десе. Декабрь. Так, Қанатты білмеймін енді, ол баланың енді 40-қа толды ма екен? Жоқ, негізі класстастармен араласу жасқа байланысты емес маңызды қой? болып тұр ма көге? Жасқа байланысты емес Возраст алып қой? келе береді екенсіз. Мысалы енді ауылдың балалары класстастарымен жақсы араласады негізі. Класстастарымен ауылдың балалары жақсы. 86-лар болсын, 85-тер болсын, біздің мысалы Алакөл ауданында, Көктім ауылында балалар былай. 75-тер болсын, 85-тер болсын, бәрі былай ғой мұны. Әлі араласады. Былай емес. Менің класстастарым жартысы Германияда. Жартысы. Мақтанатын жағдай екен, Иә. Ай, білмеймін енді қалай мақтанады. Бізде немістер болды, енді орыстар көп болды. Военный городта тұрдым да, жаңа Талдықорған. Кино түсірген жоқсыздар ма? Немістермен ба? Мы всегда ол кезде проигрывали. Жоқ, біз класста мен где-то бір 3-4 қазақ бала болдық. Қалғандар бәрі орыс, неміс. Кетті олар бәрі. Қазақ баламен араласамыз бәріміз, доспыз. Өйткені олар көрші бала, бірге барамыз, бірге қайтып келеміз. 3 жасымнан қалай сояққа көшіп келдім. До сих пор қазір Дәулет деген досым бар. Жақсы араласамыз. Мен класстасым міне. Студент кездегі достарым. Студент кездегі достарымды айтып берейін. Мен 97-те келдім университетке. 97, 98, 99, 2003-ке дейін ба. В общем, 6 жыл оқыдым. 6 группа болды ғой менде. Мәссаған. КВН-нан алып тастайды, короче, университеттен қуып жібереді. Опять академия аламын, қайтадан қуып жібереді. Сөйтіп КВН-мен жүрдім. В основном достарым бәрі КВН-де болды. Группаластарым 6 группа болды. Примерно 6 группа деген 120 бала ғой. 120-мен дос болдыңыз ба сонда? Енді дос өтірік айтпай-ақ қойын. 120 адаммен дос болмайтын жер. Енді ол невозможно. Бірақ қазір көбісі танып жатыр ғой, мысалы, любой жерде отырған, мен сенімен оқыдым ғой, есіңде ма? Нифига, осындай болып кетті. А вы не помните, да? Ну, честно, нет. Санаторияға барып бір демал болатындай болып қалыпсыз ғой көге. Жіберсеңдеші енді.
мына жақынға көктемге қайтамын санаторийға. Мен қалада оқыдым, и ауылда оқыдым. Иә. Сенен ешкім сұраған жоқ қой? Ладно. Жоқ, айта берсін да, жиналып қалыпты ғой. Әдемі, ренжімеші. Сіз қайда оқыдыңыз? Мен Чапай деген ауылда оқыдым. Бірінші қалада оқыдым, 34-ші мектепте Северо-Востокта. Сосын? Сосын Чапай деген ауылда оқыдым, 11-ші класста. Ауылдағы класстастар более дружный, чем қаладағы. Сол ғой айтып тұрғын, иә. Где больше били? Где больше били? Жоқ, шынымен бар ғой, мысалы жаңа айтып тұрмын ғой, Германиядағы класстастарым Ауылда жазам ғой, жауап бермейді. Жауап бермейді. Жай қал жағдайын сұрайсыз ба әлде Сіз бірдеңе түнде сұрайсыз жазасыз ба? ба или күнде жазасыз ба? Енді одноклассники түнде жазатынбыз пайсы. Сіз тредста отырмайсыз, сіз хат жазып жүрген жоқсыз ба кісілерге? Көгершінмен ба? Телеграммама скоро буду жди. Ермек, сен ше класстастармен араласасың ба? Араласам, міне отыр ғой мен класстасым. Да, екеу класстас. Всегда алып жүресің ба бірге? Всегда бірге алып жүремін. Любой жерге бір класстасымды алып жүремін. Ел көрсін, жер көрсін дейсің ғой бұларда. Мен 3 мектеп ауыстырдым. Жезқазғанда оқыдым, Қызылордада оқыдым, сосын Астанада оқыдым. Нашар оқысын да, иә? Жоқ, отбасылық жағдайыммен. Отбасылық жағдай. Ең жақыны Қызылордадағы класстастарым. Себебі Астанаға алғаш көшіп келгенде маған класстастарым, "О, бізге жираф келді" деп айтқан тұғын. Себебі ең бойы ұзын қыз мен болдым. Енді дұрыс қой, ең ұзын бойы қыз класста жираф болады ғой. Иә. Сосын бүйтіп қарадым да, Сен логически әңгімені жіберетін досың. сөйтіп мен бойымның ұзындығына ұялатын едім. Өзімді шынымен де жираф сезінетін едім. Бойыңыз қанша еді ол кезде? 1,70 болды. Әлі сол 1,70. Екінші класста деші? Жоқ. Радомда ма? 7-ші класста. Радомда 1,70 ба сразу? Салмағы 3,70, бойы 1,70. Жоқ, осы үшін мен папама рахмет айтқым келеді. Сол кісінің былайынша айтқанда тұқымынанмын ғой енді. Сөйтіп соның бойы маған берді, бірақ мектеп кезде қатты ұялдым шыны керек бойымның ұзындығынан. Ешқашан каблук кимедім сол үшін. Ол ничего, вот сенің алдыңда тұратын, стройда тұрады ғой дене шынықтыру сабағында. Ең бойы кішкентай бала тұрады, сосын бойы ұзын қыз тұрады. Ең кішкентай бала мен деші? Иә, мен болдым класста. Соны неге ешкім ойламайды екен, Сап аяқталды деп айтатын ба? Сондайлар бар. Сап аяқталды. Андай ғой, футболға бөлінеді ғой, екі команда. Ладно, Қайрат, сендер ала салдар. Керек емес ше? Қайрат счет санап отыра ма? И стройда тұрғанда қасыңда менің бойым кішкентайда, и ең бойы ұзын қыз менің қасымда тұрады да келесі. Динозавр ма? Тиіп кетіп жатыр маған. Қай класста түсіндің примерно? Уже все. Любой класс, любой. Иә, сразу понятно болды, өспейтін. Жоқ. Примерно 7 ма, 5 па? Негізі ше, братан деймін да, жалпы класста бәріміз де сол мектепте оқыдық қой. Қыздар резко өсіп кететін ғой бойлары. Бойларымен қосқа басқа жерлерде өссе де үндемейсің ғой. Тек бойлар өседі да оның. Минус қой мысалы. 7-ші класста сабаққа келгенде уже класстағы апайлар жүреді ғой какой-то, да? Негізі сол бойымның ұзындығынан менің ағылшыннан беретін апайым бірінші рет концертке жүргізуші ретінде шығарды. Содан кейін нормально болып кетті, самооценка көтерді. Сен ағылшын тілін сөйлеуде мықты болдың ба сонда? Жоқ, қатты болған жоқ, просто қазақша сөйледің ба? Қазақша, иә. Менің класстастарым орысша сөйлейтін Астанада, бәрі орысша сөйлейді. О май гад. Мен келдім. Мен ғана қазақша сөйлейтін едім. Мен кейде түсінбейді, бірақ маған бәрібір болды. Кешіріңіз, маған кіруге бола ма? Мына алшып беріп тұру. Ал. Класстастар жайлы мен автобус айдаған жоқпын. Көкем жаман мұңайып кетті, класстастар есіне түсіп кетті ғой. Жылағыңыз келіп тұрған сияқты. Германияға кеткім келді. Жоқ, шынымен де Қаншасы марқұм ба? Қазір түсініп жатырмын да, олар бізге враг екен ғой. Класстастарым, ё-моё. Сонда енді шыны керек, мен сенбейтін бізді кішкене балар ғой. Немістер кішкене өзінше ол. Еще ана Германиядан постоянно не беріп жүретін, посылка. Мынандай сағыз, біз енді ол кезде кішкене неміз ғой. Да ты чё берші, да ты чё жвачка. И бір жет чайнайсың ғой ананы кәдімгі. Сіздің дәмі кетпей ма? Дәмі кетпейді. И еще ана қарындаш бар ғой, қарындаш сындырып аласың да, каждый день цвет меняешь. Қызыл қарындаш болған жоқ, болды ғой? Болды ғой. Вторник күні бастайсың, примерно жұмаға дейін чайнайсың. Сізге скучно болмасын деп тоже бір кәрі адамды шақырып қойдық мына жаққа. Рахмет. Қай жылғысыз? Алакөлден шақырып. Алакөл қай жаны? Учарал өзінен? Почти. Алдияр? Почти құрдас. Төре? Болды. Апам Алдиярды қызы. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Сен бұдан айтасың, құмармен жақсы араласам мен деп ше. Шешем көктіманікі, әкем жыландың.
Білеміз бе? Енді мен де білемін. Ол да ерегесе бере ма білеміз дей ма? 93 деймін. брат сен менен кішісің ғой Жоқ, сен. Үшаралда негізі постоянно желді, содан шығар енді. Тем более. Көрмегенді көріпсің ғой. Жоқ, еще жақын Қытай ғой граница. Ана қысып тұр ғой Қытай, 1,5 миллиард. Содан кетті. Атак 93. Да. Болмаса кеңіз бір адамда жеге. Еще Орын берейін ба? Ары қарай ұра бересіңдер ме өзі? 93 декабрь еще. Так, ары қарай. ары қарай сен. Мен ба? Иә. Жаңа класстастар қалды ма сонымен? Қалды. Көке, класстастарыңыз бір еске түсіріп алдыңыз. Жақсы оқып қалдыңыз ба? Тоқта, тағы. Все, бәрі не болды. Класстағы махаббатшы. Неміс қызыңыз болды ма? Ой, жеңгеміз ренжіп қалар. Жоқ, ол бәрі. Ренжімей ма? Болды онда. Күшті айтты. Деді да кәдімгідей ше. Есіне түскен. Сәл пәл ше. Ол кезде енді мектеп, біз енді студент кез бірінші курста ашылдық қой КВН ойнап. Басында айтып тұр ғой, соңғы партада ешкім сөйлеспейді, өзімен өзің отырасың. Енді бір-екі бала сөйлесіп қояды. Бір қыз ұнайтын, жаңа өзің айтпақшы, 7-ші класста бойы да өсті, Бойы да өсті. Ой да өсті. Андай аппетитный қыз болатын ше. В общем, он бір андай шотландский овчарка. Қалай болады екен? Аппетитный деген. Примерно мынандай ғой. Аты кім еді? Ол кісі қартайып қалған шығар қазір. Есімде жоқ дей салайыншы. В общем, шотландский овчарка Колли болатын ол қызда ше. Сосын үйдегі менің тоже бір қара итім бар. Араласу керек, сөйлесу керек. Военный городок қой. Біз енді жолдың мына жақ шетте біз тұрамыз, Еркін деген ауыл. Мына жақ шетінде военный городок. Бүкіл жаңа жастары бар, қыздары бар, бәрі иттерімен шығады кешке. Итті өлестіресіздер. Апорт, жоқ оларда төлеспейді иттері бәрі. Сондай флирт па? Шампунь шығып тұр ғой олар иттері. Олар иттеріне шампунь шығып тұр ғой. Апорт, сидеть, камни, анау-мынау бәрі. Әдемі да. Сіздікілер боқ жейді. Біздің алабайлар көрмесін ана десекші. Тезекке тағалсам ба? Не то что жейді, тышады деймін. Сосын жейді ма? Ана итті цептен босатасың, ана итті бар ғой. Ана ит жүгіреді ғой, оны еще ана военный городқа сүйреп алып барасың. И бүйтіп жүресің, у тебя у него прививка есть деп шығады ғой. И потом тоже ошейниктен жіберіп қоясың, үй жаққа переді ғой. Цеп қолда болды. Сөйлесіп тұрасың, бір күні звондайсың телефонмен жарты сағат, просто молчишь. Ну же говори, ну что ты молчишь, надоел уже деп. А ты просто сонымен кайф ұстап, короче, бір күні звондаймын ғой, бір күні звондаймын. Кешіріңіз, можно в телефон деп. Нет, она ушла, а куда ушла? На базар ушла дейді. Так, да ты что, а когда ушла? Вот полчаса назад. Так, базар орталықта примерно автобуспен где-то 4-5 остановка. Тез киініп алғасың да, 9-ші класс па, 8-ші класс па. Базарға барғасың, короче, бүкіл базарды аралап жүрсің да, бүйтіп қарап. Прикинь, бір 15-20 минут қарағанда бір прилавканы таптың ғой, тұх. Все, и бүйтіп өтірік, бірге қарап атқандай, тық, ближайший, ихпен тұх. Ой, привет, как дела? А ты что здесь? Да, я гуляю, анау-мынау дейсің да, болды. Сөйлесіп алдым да, тез үйге қайта автобуспен барасың, жатасың. Анан ұмытқамау керек, тез общение, кәдімгідей общение болғандай, как будто, да, привет, как дела? Нормально. Не деген махаббат сол кезде сондай болған ғой, конечно. Сіздердің кездеріңізде махаббат таза ғой деп бастайтындар. Біз болсақса базардан неғып жүресің ғой, шетіне шығарып. Сосын не болды ғой, жаңа междугородний примерно 85-тер, хотя бы соның жоғары кісілер. Ана не болды ғой, кабинкалар болды ғой, междугородный связь. Восьмерка деген хит еді ғой кезде. Коктума, 3-я кабинка дегендер. Болды ғой, алло деп. Сондай солай өстік енді. Болды ғой. Болды. Көрмегенді көріп сіздер ғой сіздерді. Жылап алайыншы. Жылап алайын. Көзіңізге жас кеп тұрған сияқты. Так, мен махаббат туралы күшті еске түсіріп жібердім ау деймін бүгін. Соны бір жалғастырайық. Махаббат демекші біз енді әйелімен мен пойызда танысқам, Казань Москва деген пойызда. Біз как раз Казаньда бір полуфинал болды да, ұтылып қалдық. Сосын екінші полқа көтерілдім да ұйықтадым. Енді ұйықтайын деп жатқан ғой, балалар карта ойнаймыз деді. Жарайды, мен жата берейін деп. Дауыт Шайхисламов тура қасымда жатыр. Ана жерде көрдім бе, бір Сальма Хайекқа ұқсайтын бір қыз, короче, өтті дейді, татарқа.
жоқ көрген жоқ. Барды танысып алсайшы, жарайды жата берейікші. Барды танысып алып сөйтсе бүкіл купе толып кеткен ғой, балалар бәрі бүйтіп. Ана қыз бүйтіп телевизор қасында бүйтіп отыр ғой. И Дауыт қайтадан келеді, братан, только тебя нету дейді. Сен ана жоқсың, жүрсеші дейді. Қойшы жарайды lan. Жүрсеші дейді, отвечаю, влюбишься дейді. Қойшы. Давай поспорим, уже не помню, на что-то поспорили, бір коньяк сұрады ма, бір нәрсе сұрады, короче. Давай дегенсің ғой, короче. Кірдік, привет, как дела, қарасам, бүкіл балалар подкат жасап жатыр да. И байқадым, біреу подкат жасап жатыр, и мен пас лақтырып жатырмын да, әзілдесіп, чтобы он красавчик болсын, добивать едім. И аттарын сұрады, а тебя как зовут? Меня Кумар зовут. Как? Кумар? Вот твое имя я запомню деді да. Жаңа базардағы тема кетті ма сразу? Болды. Балалар жоқ қой. Енді уже КВН ойнап ұстағасың ғой, уже кішкене уверенность бар. Тура қасына отырып, я обычно телефон у девушек не прошу, но у тебя спрошу деп бастағасың. У тебя спрошу. Я не буду к тебе приставать, звонить, там, навязываться, но я просто узнаю, как ты доехала, и больше не побеспокою. Или максимум андай ма, братан, звондайсың да. Я уже уверенность бар ғой уже там. Я говорю, вот один раз максимум позвоню, и все, как ты доехала, узнаю, и больше беспокоить не буду. Ну ладно, возьми деді телефон. И сосын Казанда ана Москваға келді, біз ұшып кеттік Талдыранға, и Талдыран келгеннен так, мен Талдыранда, ол Москвада. И болды ғой, забыл все. Или что, или көрейін бе? Жарайды. Привет. Привет. Как дела? И все. 2003-тен басталды, 2005-ке дейін 2 жыл. СМС. Қол ісіп кеткен. Манандай. Накачанный болма. Уже балай. Батя ұрысып жатыр, сообщение, төсек астында, жастық астында, любой жаза бересің, қарамай уже әріптерге. Көрпенің астына кіріп Көрпенің астында, любой жерде. Көрпенің сыртынан удобно. Уже Казанда ойын бар болса да, Казанда ойын болады, КВН анау сразу айтам ғой, руководитель жаңа бізге Қазақстан Совет Союзчыққа. Там Казанда бір фестиваль болады екен. Кумар! Біздің обязательно біз баруымыз. Ты считаешь, что надо поехать на эту игру? Совет Союзчық это очень важная игра. А так маған встреча ғой на халяву барып көру керек қой. Нам надо поехать. Дұрыс. И как раз сол 2 жылда бір 5-6 рет как раз фестивальға барып нетіп танысып, пожалуйста, Қазаннан алып келдім бері, растаможил ее, НДС'ін төлеп, қазір 5 бала шаға. Керемет. Керемет, жалғастырайық. Что там еще айта берем? Махаббаттарыңыз көп сияқты, бірақ ше сіздің негізі. Қайсысын айтып берейін десе? Так, Threads-тағы бір қолданушы жазып қойған екен. Енді әртүрлі жағдай ғой енді. Маған осысымен ұнады да. Маған ұнаған ерекше ер бала есімі Таймас дейді да. Таймас деп негізі иттің атын қоятын еді, менің білуімше. Енді Таймас деген дос бала бар, Санкт-Петербург команда КВН. Энциклопедия ма? Любой темаға история бар ма? Любой темаға история бар. Таймас жақсы жігіт негізі. Иттің рөлін жақсы ойнайды. Жоқ, негізі Таймас. Мен де естігем Таймас. Иттің атын естідіңіз? Таймас, анау Таймаз. Таймаз деген у кавказцев жаңа аттары бар ғой, Таймас. Таймаз деген. Может сокращенный шығар, Таймураздың Таймаз деген, е? Таймаз. А Таймас, ит болған, мойнақ Таймаз. Бұрындары негізі сондай интересный аттар көп та. Біздің ауылда, помню, папа айтатын еді, бір кісінің аты Нақу. Нақу? Нақымен. Фамилиясы Нада ма? Бәрі айтады. Бір жаққа кету керек болса, кеттік Нақу дейді. Қойшы Нақуды. Ну типа. Түф, мына бутылка бар ғой, 97-ші жылы мынаны ішсем сразу шкафны ғой. Сервантта тұратын бутылка ғой. 4000 теңге тұрады, братан. Сосын бутылка тапсырамыз, жігіттер. Лақтырмаңдар. А мен алдында Оралға барғанда естідім, Айболаттың есімін бір ағамыз Игнат деп қойғысы келген екен. Получается, на поху қойсаң Айболат деп. Сомен Игнат деген есім жараспайды ғой, қарап тұрса, е? Ибанат деген жарасады. Че скромничать, да, сразу ма? Сон орысшасы Игнат па, сонда получается? Қазақшасы Ибанат. Мен айтам, сен атың Игнат болса, мен саған күйеуге шықпайтын едім деп. Бұрында ауылда ит болғанда білесіздер ма? Иттер, например, сколько я помню, ауылда бізде
Айлита деген ит болды. Қанша Айлита? араласын деші ауылда. Аэлита? Салон красота емес па ол? Айлита деген бұзылып кеткен ит сияқты. Солай Бүкіл да. ауыл баратын ит бар ғой. Сосын Собака легкого поведения. сосын Айлита өліп Беріп қалды. қоя бере ма бәрін? Постоянно беремін Хозяин, ба? іздемей ма уже? Сосын Айлита өліп қалды, короче. Жақсы болыпты. Сосын басқа ит алды, и оның да аты Айлита. Нет, Короче, бізде 4-5 Айлита болды. сен Он бір чисто айлиталарға барған сияқтысың сен. жоқ, может қызы болған шығар жас кезде Аэлита деген. Вот сучка деп. Итті қойған По-любому болса. будешь моей един ба? В общем, ит демекші. Я тебя по-любому поимею, деймін. Про собаку тоже бір история бар айтып берейін енді. Ага. Сізде вообще неге история жоқ? Любой Мен темаға 24 жылда айтып тұрмын ғой, мен қазір стендапқа шыққан себебім жиналып қалды да, уже мына жерде историялар, туралы бәрін шығару керек маған. Ага. Сондықтан Алдыдан шыққан дұрыс болды. сендер айтып тұрмын ғой, это не вы меня позвали, это Я вас. я вас пришел деп. Все, онда аренда төлеп дейсіз ғой қазір. Болды. В общем, жас кезімде иттер көп болады. Менде батяның бір досы бар, питомнигі бар, немецкий овчарка. Постоянно күшіктер үйде. Немецкий овчарка. Бірақ анау чумка деген не бар ғой, пармавирус. Кезінде дәрілері көп болған жоқ. Енді аузына арақ құясың, пенициллин бересің. Қаншықтары нормальында, бірақ еркектері өліп қалады, 3 айға жетпейш. Бір ауыр болып қалады да, и өліп қалады. И үйдің артында кәдімгі көмесін жылап аласың, жарты сағат отырасың, жылап аласың. Сосын басқа күшік аласың. И сөйтіп где-то бір период күшік болмады үйде. Где-то августтың ортасы ма екен, уже мектепке дайындалатын кез. Бір менен сәл 1-2 жас үлкен жігіт біздің мектептің көшемен өтіп бара жатыр да, бір күшікпен. Кумар, собака не нужна деп. Барып қарадым, жақсы, немецкий овчарка. Қыз екен де, қаншаға деп едім. Ну, примерно где-то за 3 рубля забирай дейді. Мальчика только что за 5 рублей продал. Вот қыз қалды, короче, 3-ке ала бер дейді. Барып батяға айттым, батя жарайды, алсақ алайық деп алдық. 2 жеті күшік өсіп келе жатыр. Сабаққа кірдік, қазақ тілінің мұғалімі жаңа не жазып жатырмыз? Диктант жазды қалай өткіздім? Сочинение. Сочинение. Иә. Шығарма. Иә, шығарма. Қалай? Біреу мазмұндама дейді. Сауатсыздар. Иә, Алакөлде болдым, апамдікіне бардым, содан жаңағы үйге қайтып келдім, батя күшік алып берді, күшікпен айналыстым, анау мынау, короче. Атын Альфа деп қойдық, аты Альфа екен. Сөйтіп келесі күні менен сұрайды, сен неңді оқыдым, молодец, иттер жақсы көреді екенсің ғой сен. Иә, деп. Мен де балам иттер жақсы көреді. Итіңді көрсек бола ма дейді ғой. Жарайды, келіп көріңіз, адрес мынандай. Кешке машинамен келеді, баласы келеді де бүйтіп. Альфа, ко мне дейді ғой. Ана күшік жүгіріп келеді. Я в своем сочинении Сдал себя. сдал себя. Ну, нет, не сдал, что сдал. Наоборот, мұғалім сол шығарманың несімен өз итін тауып алды. Мәссаған. Қалай, хэппи-энд ба? Хэппи-энд? Қанша бес қойды ба шығарма? Ана бала, Сотталды ма? жоқ, әкім болып кетті десе. Расымен де бір районның әкімі екен. Мен вообще иттің историясын как вспомнил. Телевизор қарап отырсам, ана бала, Сакима, там района такого дейді, ана бала, мамаша, анау ғой бізге ит сатқан деп. Нифига себе деймін де, собаки начал. Ит сатып көтерілген әкім. Ит сатты, до бюджета добрался деймін де, надо же деймін де. Сондай бір история бар. Тағы мысық туралы история жоқ па? Сұрақтар, қандай сұрақтар бар, айта берші. Менде бинго деген итім болды. Канден ит. Сондай андай. Канден деген күшті екен сендегі, андай Біздің жақта қымбат парада сияқты айтты ғой, канден. Қызылордада сондай. Кандек, бізде кандек дейді. Иә, бізде де канден Канден, дейді. канден дейді. Қаншық Өзі бересің? кітай бұндай ит. Бинго деп қойғанбыз. Оны атам қойды. Ана бинго ойнап Отып алған ба? Жоқ, сол. Бингоны. Жоқ, оны Бингодан атып алған. оны воскресенье кешке алып келген. Хабардан жүрген ба? Сонымен ешқандай жағдай қоятын ат таппай сөйтіп бинго деп қойған тұғын. До конца өмір сүрді сол ит негізі. Принципиально ма? Иә, принципиально. Ана, мына жақта чума дегендерге бәрі болды ма? Бірақ именно сондай иттер жаны сыры болады, иә? Иә, өте ұзақ өмір сүреді екен олар. Прям 100 жыл ма? 100 жыл емес, енді бір 50 ма 40-қа дейін өмір сүретін шығар, бірақ қартайып қайтыс болды 40 енді. емес шығар енді. 15. Жоқ, Максимально олар 15. мен Қытай кезімнен болды ол, бала кезімнен сен бірге 30-дасың өстім мен қазір 30-ға келіп қалдым ғой енді. Енді онда 40 жыл өмір сүрген жоқ. Сонымен
иттер енді ары кетсе бір 15-18 жыл өмір сүреді. Енді 12-15 Срок годности ма? Иә. білмеймін, әйтеуір кішкентай кезімден бері бірге өстік прям. Бинgoға қатты мына қараған жерлері, сияқтысыңдар. иә, мына жерлері прям анда ақ болып кетті, Да, сақал. ақсақал болып. Сондай шығып кетті ше. Сосын мына жерінде қалы болып десе. Жоқ, егер ит 30 жыл өмір сүрсе, действительно бинго екен. Бірақ сондай кәрі ит болды өзі. Соңында үре алмайды. Дауысы шықпай ма? Дауысы Қайраттікі не ма? Дауысы Қайрат. Қайрат бинго. Қайрат бинго. Қайратқа қарасам бинго есіме түседі. Кәрі ит көзімен қорқыта ма? Чисто напал. Көре алмай, иә. Таспен жүре ма? Ана неде бар еді ғой, тоже бар. Иә. Тісі жоқ иттер сүйекті сорып жейді екен. Сол сияқты. Ей, бекер айттың ау осы соңғысын. Жарайды. Енді ары қарай болды ма, қанағаттандыңдар ма? Біраз иттер деске так. Мен дейтін болған негізі, ладно айтпай қояйыншы. Жылағым келеді. Сачуын ба? Иә, корейстарға. Анау бар ғой, корейский ресторан Хатика, ваша собачка ждет вас. Мен оқиын да. Жігіт кезінде, қыз кезінде жүргенде байқамай, тұрмысқа шыққаннан кейін байқаған күйеулеріңіздің, әйелдеріңіздің біртүрлі қылықтары болса айтыңдар. Мынау Осырады ғой негізі, осыру ғой бәрі. Жүрген кезде ешкім мысалға не болады, одан кейін. Тоқташы, тағы оқып жүрсің. Лучше жазып жүрші. WhatsApp-қа жібересің. Лучше сен оқымай ақ қой вообще. Сіз әйеліңізбен жүргенде байқамаған необычный қылықтар бар ма? Сюрприз болып шыққан ба? Үйленгеннен Бинго болып шыққан ба? Так. Или сіз блефропластика жасағаннан кейін байқаған әйеліңіздің қылықтары. Ұзақ ойланады екен, ә? Жоқ, мен шынымен де Загрузка. енді бағана в основном енді шынымен солай ғой, то что Pentium. Windows когда 98. до свадьбы девушка какая, и после свадьбы, допустим, она меняется. Вообще не изменилось. Мен енді шыны керек, жақында сұраймын ғой, слушай, ты вообще пукаешь деймін ғой мен. Енді мен саған көрсетпеймін ғой, до сих пор маған көрсетпейді ғой. Технически шығады. Не, режим без звукадан ауылды ұмытып кеткен жоқсыздар ма? Жоқ, әлі не, бізде әлі андай конфетно-букетный период болып отқан сияқты да, как будто 25 жыл уже. Күшті, иә? Күшті. Рахмет. Бетіміз ашылған жоқ дейсіз ғой әлі. Сендер де ше без звукада тұрсыңдар ма тоже? Ұят қой ондай нәрсе. Сен айтшы лучше. Жоқ, вообще сұрап отырып қой. Несі ұят, айта бер, мен айтып отырмын ғой. Ешкімге айтпайын дейсің ғой, Қойшы да? мен айтқан енді. Кстати, научные исследователи подтвердили, что пукать при партнере это Доверие. здоровые отношения. У вас нездоровые отношения тогда. У нас очень сильно здоровые отношения. Пиздец здоровые отношения. Показатель здоровых отношений дейді да. Поэтому қысылмаңдар қыздар дейсіз. Жоқ, одан да басқа бар шығар енді. Қылықтар ма? Иә. Сенде қандай мысал болды? Менің әйелім өте ашуланшақ. Қатты осыра ма? Ренжіп қалады, еркек. Ашуланып ше? Ашуланып. Ашуланып бір жағын көтеріп жіберетіндер бар ғой. Кет әрі бар дейді. Кет шейін. Мысалы маған әйелім айтады, мен оны үйде сүйемін ғой. Маған айтады, сен мені тек үйде сүйесің, сыртта сүймейсің дейді. Сосын мен сыртта сүйсем, сен мені неге сыртта сүйесің дейді. Круговой порука, да, просто одно и то же. Жалпы Соған сұрақ қай жерінен сүйіп жүрсің сен ол? Бетінен. Просто андай. А че сен қай жерінен сүйіп жүрсің? Ерінен. Азу тісінен. Маңдайынан. Кеңірдектен алам ғой мен. Сондай мен жауыздығым бар, кеңірдектен алып құлаққа қарай әкетем да. Сөйтіп құлағы тазама деп көріп аласың да. Сөйтіп дальше өйті Тазалық секторсың ба сен? Мына жоқ, бүйтіп әкетіп атса, бүйтіп қарап қалса, мына қыз деген уже бүйтіп кетіп қалған ғой. Елестетіп жатыр ма? Визуализация. Ойын кетіп қалған ғой. Сондай адам керек айтыңдаршы сендерге. Құлағың тағы жырлап жерін дейді. Күшті ғой? Көзге елестеп кетті ғой прям. Әйелің жанына отырасың ба? Тұрайын. Көзге елестеп кетті ғой прям. Сен андай айтып жатсың. Мен айтсам елестетіп жүремін ғой кәдімгідей жаман. Тек елестетсең болды ғой.
естейміз не қыламыз енді бағдарламаны 21 плюс қылып ауыстырайық. Ит жайлы обсудили, да? Слайда геев обсудили, осырық жайлы обсудили. Осырық пошел, да, сейчас иттер кетті. Енді Құлақ жылау қалды. Құлаққа жеттім ғой көке, тыңдасаңшы. Вот, қарай. Мына қыздар ата бәрі деп кәдімгі инстаграмнан тауып алайын деп тұрсыңдар ғой бәлелер. Ермек позитив. Дархан, үйленбеген ба? Үйленгем, көке үйленгем, 3 балам бар. Бір-ақ рет үйленген ғой? Иә. Сен үйленген ұқсамайсың ғой? Ермек. Ана өлең саған жазған ғой демек? Хищник. Қанат, ты же женат деп саған жазған сияқты. Олар қарамайды онда. Не? Кеттік ал. Келесі трец. Жоқ, жалпы жаңағы сонымен не шештік жаңағы? Бірдеңе шешіп отырып қойды қыз жайлы айтпадық қой. Жоқ, енді Бәрі В ұялып общем, короче, мы на доверии, да? Сіз әйеліңізбен доверяете, конфетно-букетный период. Жоқ, мен ғана айттым ғой, сіздер что-то айтқан жоқсыздар ғой. Іште сүйесіз, сіз ше? Не, мен. Әйелдеріңізбен қандай периодтасыздар сіздер? Необычно. Біз қазір дос болып қалдық. Біз доспыз қазір. Жоқ, досың алдында осыра бересің ғой, мысалы. Ұрыс қалдыңдар ма не? Жоқ енді. Просто дос болып қалайықшы дедік қой, сөйтіп араласайық. Сондай периодтамыз қазір. Қанша болды? 5 жыл емес, қанша? 7 жыл ма? Мә, есімде жоқ. Примерно, посчитаем, жазып жібереміз. Араласып тұрасыңдар ма? Араласып тұрамыз, иә. Бірге тұрасыңдар ма? Араласып тұрасыңдар ма? Бала шаға бар ма? Бар. Бір бала. Ана жақта жүрген бала ғой. Балаңыз ба болды. Енді Айболат, мен қойыңшы сұрақты. Маған ба? Иә. Ебать. Қандай күтпеген жағдай болды? Давай. Үйленгеннен кейін қандай күтпеген жағдай болды? Айжан өте жақсы ұйықтайды екен. Рекорд, мен ондай ұйықтайтын адам көрмедім негізі. Прям андай бір КамАЗ айдайтын сияқты күндіз негізі. Технично менен ше. Бір, сондай бірдеңе жұмыс атқаратын сияқты. Үйге келем тойдан, мен жүргізушімін, үйге келем тойдан, ұйықтап атады. Мощно, подъездге естіліп атады да ұйықтап атқан. Таңертең тұрам, әлі ұйықтап атады. Негізі үйде бір адам ұйықтау керек. Иә. Бір адам жұмыс істеу керек, бір адам ұйықтау керек. Ауысып отырасыздар ғой, не сияқты? Сменмен. Сменмен, 2 на 2. Сосын ары қарай. Сосын ары қарай. Сонымен күніміз өтеді. День заканчивается. Жоқ, шаршайтын шығар енді. Ұйықтап па? Жоқ, сіз күтпеген қандай жағдай болды? Ешқандай. Ұйықтап атқанда келіп қала береді деші. Оята бере ма? Оятпайды. Еще завтрак сұрайды адам, қан ішіп ше. А время только 12 дейсің да? Жоқ, просто Орал қаласынан ғой, Европада Қашы тұрғанда берші, тамақ берші, тұр ғой холодильникте. Жоқ, тамақ берші деген басқа нәрсе берші деп тамақ қылады. Ондай сұрамайды менен. Қайрат, сен ше? Мен что? Сен қалайсың жалпы? Нормально жүріп жатыр. Жоқ, жауап бер кетейінші. Айболат жүргенде қандай болды? Дәл сондай. Еще лучше, да? Иә, жаным мен жақсы көремін ғой сені. Өзіміздің передача. Білген Жоқ, сүйіміз. Хотя бы ешқандай. масканың шеті былай ашылды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Хотя бы Ұрыста, может быть, болар енді. Бір-бірімізбен ұрысқан чуть-чуть қайтадан. Иә. Одан кейін дым болмағандай шай ішіп отырамыз екеуміз. Боқтасып аламыз да, ұрысып, дөйлесіп. Мен шақырғанда дей. И потом нормально шай ішіп отырамыз. Екеуің отбасың қызық емес болып отырған жерде. Ары қарай кетпейміз енді ба? Қайраттан сұрайықшы. Айжан ояншайшы десең. Братанға ауыр келіп жатыр ма? Сол құлақ жағынан ше бір дыбыстар. Менің әйелім Мақтатып Ар жаққа шақырып отқан әруақтар сияқты отқан жоқ па? Фильм ужасов. Беруші тік қойған ма мына? беруші. Қайреке, че там? Тоқташ, дейсіз. Менің әйелім Полная тишина. қарызды бар ғой, очень легко алады, қысылмай алады прям сразу. Кімнен алады? Банктан алады. Банктан спокойно қарыз алады. Кредит? Кредит, иә. Займ? Иә, мен кішкене кредит аларда бүйтіп ойланып, толғанып, бір 3-4 күн жүріп, былай. Бірақ алам дейсің ғой. Иә, алам. Менің әйелім сразу бүйтіп әңгімесі отырды. Кредит қалыпты ғой. Сол жерде еще ладно, ол өзіне кредит оформлять етіп тұрды. Енді ол мені еще мені келіп бухгалтер етеді ғой. Бәрін сен төлейсің. Иә. Енді кім төлейді? Енді кім төлейді? Негізі семьяда бір адам сондай болу керек, Қайрат. Андай шустырый.
ала менің сала. әйелім шустер, бірақ ол шустер кредит алуға Ничего, сен төлейсің нормально. Ничего страшного. не үшін жұмыс істеп жүрсің Конечно, Төлемесең. ол сондай болу Айреке сенің керек. қолыңнан келеді ол. келеді ғой иә. Тағы ала беріңдер. Бірақ что-то, понимаешь, мен ол кредитті жауып атам, ол ары қарай алады. Просто бітпейді. Өмір деген солай болады. Иә. банкте бере бере Болмаса ма ажырасасыңдар ма? Иә. Жаңа ажыраспаймыз ғой. Дұрыс, конечно, дұрыс. ажыраспай Кредит алады адам. 25 жыл ипотека қайдағы ажырасқан дейсің ғой. Это сближает, да, негізі, иә? Конечно. Ипотека сближает. Ипотека connecting people ғой. ай вот настрой түсіп кетті ғой прям это сближает да деп былайша Жоқ, лайфхак бар екен. Әйелімен жүрме деп айтамын ғой. Кетіп қалмау үшін не істеу керек? Әйелінің атына ипотека алып тастау керек, и все, Иә. кетпейді. плюс кредиты Иә. Кредитпен байлап ұстау керек қой. И Ауыр тема айтып отқан жоқпыз ғой, нормально. нормально. Так, Я лучше гейларды айта берейінші. Солар жиі керек дейсіз. біздің уровень ба? Давай келесі. Кіммен ба? Давайте. Брат, братан, братишка, родной, сестра, ухти, ахи секілді сөздерді қашан қазақша айтамыз дейді. Енді родной так та қазақша болып кетті ғой. Иә. Аны қосып саласың, бұл родной. Енді роднойдың ортасында енді қандай еді? Анандай выражение ұнай ма қазір? Бір достары бір-біріне палуан деп сөйлейді ғой. Тамыр деп. Сондай ұнай ма сіздерге? Сен қателесіп кеткен жоқсың ба? Алматыдамыз ғой біз. Жоқ, вообще Тамыр? сондайлар көп қой негізі. Тамыр, не істеп жатсың? шымкент жақта айтады иә оны Тәті, қалайсыздар, тәті? Қош Негізі келдіңіз, тәті. өздеріне жарасады ғой бірақ айтса да біз айтсақ енді жараспайды тәте деп айтсаң мысалы сіз достарыңызға қалай сөйлейсіз? Бауырым. Бауырым, иә. Бауырым, досым, бауырым, қалың қалай. Бізде мысалға батыста бауырым десе, ол бізде младшы болу керек. Қатарластарға айта алмайсың бауырым деп. Сенен кіші болу керек ол. Бізде брат деп сөйлейді. Енді брат деген қазір мода болып кетті ғой. Інім дей берші. Інім, брат деген сөздің өзі қадір кетіп қалды қазір. Брат деген брат қой, брат. Ағаң болсын, көкең болсын, жақының ғой брат деген. А так брат атың кім деген жаман ғой. ерсі естіледі Жоқ, негізі көке ол әдемі сөз. Біреудің атын ұмытып қалсаң, брат дей бересің да бір жақсы. Білем ғой енді просто брат атың кім деген даже атың білмейді ғой. Анандай Бірақ қызық брат еще. деп тұрды саған. Бірінші рет адамды көріп тұрады да, родной қалайсың дейді. Родной. Бірінші рет көріп тұр адамды. Қалай ол родной? ахи деген деп айтасыз ба сіз достарыңызға Ахи енді Аби дейтіндер бар ғой, абишка дейтіндер. абишка Ахи деген. енді ахи браттар бар ғой, ахи браттар ғой. намаз оқитын иә Иә. Дәуренге мысалы маған да ахи брат дейді мысалы. Дәуренді айттың? Сен жасың нешен абайлашы Дәурен аға. Дәурен аға қазір қарап атқан жоқ қазір. Любой ойнеліп кетіп жатыр. Шақырайын ба Дәурен, шақырайын ба деп. Қорқытып жүрсеңші. Иә. Дәурен шақырайын ба? бұрында бабайды шақырамын деп қорқытатын Біз еді ғой Спартан кезінде 2016-2017 Қайрат біледі ғой. Біз роднойдың орнына степной деп кіргіздім мен. Біз енді степной деп, иә. Біз команданың ішінде бәріміз степной деп. Енді родной деген қазір, енді ауылда да бәрі родной болып кетті ғой, родной деп. Күшті сөз, иә? Жақсы сөз. Негізі жиі қолданасыз ба сіз? Кімге айтасыз родной деп? Родной ешкімге мен тамақ подругаларыма іші, родной тұр деп. жаным деп айтамын жоқ енді туысқан сіңілдеріме жаңағыдай Айболатқа қошақам деп айтасыз үй ба? жоқ құрсын дәп дәу қылып оны қалай қошақан Дәу қошақан деші. XXL қошақан ба? XXL қошақан. Так, сен ше, не деп айтасың Сөйтіп достарыңа? Қайрат, Мен достарыма брат деймін. Дос деймін. Алла разы болсын. Келесі. Мен жаным дейді вау Әйеліңіз ба? 25 жыл міне жаным деп тұрмын ғой әлі де спор. мен әйелімде қайратты жазылып тұрмын ғой просто. Қандай? Қайрат қарыз деп. Қайрат қызы? Қайрат. Мен әйелімнің телефонында просто қайратты жазылып тұр да. Қайрат сожитель. Қайрат голос. Қайрат бинго. Қайрат голос деген итке айтқан сияқты емес пе? Қайрат Айлита. Қайрат хрип. Қайрат Димаш Құдайберген. Қайрат не Димаш Құдайберген. Так, сен ше, не деп тұрасың? Сен әйел не деп сақтап қойғасың? Ал, көрейік ал. Айжан біздер танысқан кезде ол вредничать етеді постоянно. И солай вредина болып қалды.
вредина солай жазылып тұр и 8 жылдай ма солай тұр. әлі вредина Иә. дейді. Стерва деп тұрса, иә? Сенде Айболат не деп тұр? Айболат деп тұр. Серьезно ма? Иә. Не, вообще не қылмайсың да? Сезім жоқ па? Енді мынандай әйелі Мип Милая деп тұр, танысқаннан бері. Солай. Мип Милая. Аналар бәлекеттен сұрап жатыр. Қалай? Мип Милая мне. Ермек. Давай хэппи-энд болсын, хотя бы жазып алыңдаршы друг жаным деп. Мен ба? Конечно. Давай. Білі жоқ, бәрі Бүгін ойлайтын шығар араларында Жоқ? сезім жоқ деп. Жоқ, олай ойламайды. Мен жаңадан бері сіздерді тыңдап тұрмын ғой, мысалы сіздерді бір как будто просто ипотека ұстап тұр деп отыр. Шынымен жазып қойыңдар, жаным деп. Айболат ипотека жазып қойшы. Омардың папасы деп қойсай дейді. Хотя бы солай. Әдемі қылып жазайық, давай, дұрыстап. Дұрыстап жазайық. Батырым деп жазып қойшы. Секс партнер деген не? Айболат секс ба? Айболат эротика. Тегін перісу деп тұрса. Жаз дұрыстап. Тегін емес деп қойсайшы. Айболат квартирант деп. Қалай өзгертеді? Айболат қарағайдай деп қойшы. Қалай өзгертеді оған Айболатқа кіресің? Кәсіп отыршта олайды. Бірінші сақтап қой менің номерімді. Да. 3-4 Айболат бар ма? Жоқ, не деп жазып қояйын енді, құмарға Айболат, айтыңызшы. который күйеуім деп қойсайшы. Жоқ, жаным деп қойсаңдаршы, бұл жаным. Күнім Мен Айбалта деп қойшы, Айбалта. Не жазып қойдың? Сен де көрсет Айболат, сен де көрсет. Керемет. Қайрат, сен мен жаным деп сақта давай. Мен сені Қайрат Айлика деп сақта. Сен мені Милая 2 деп сақтап. Мип Милая ба? Андай, баяғыда андай бар еді ғой, Мип Милая, Билайн дейтінше. Давай, көрсетсей. Айболат сен. Менде моя вредина деп тұр ғой, так, ол тұра берсін. Жоқ, болмайды ғой. Давай хэппи-энд болсын, да? Давай, дұрыстап сақынан. Айжан деп па? Мен олай Айжан танымай ба қалам деп ғой. қойсай. Айжан Воск деп қойсын. Жарым деп қойшы. Жарым. Жарым. Келіншегім дейтіндер бар ғой. Келіншегі. Қойшы, келіншегім дейді. Хотя қатыным деп қойшы. Тегін деп қойсын. Қатун. Все, жазып қойдым мен. Көрсет. Көрсет, бәрін көрсет. Жанымдар, жаным екеуім сонда. Жаным просто жаным бір деп өзім сақтап қойдым ғой. Анау сообщение өзіңе жазу үшін WhatsApp-та ше. Ол анау, короче, бір вайн түсірдік и солай сақтап қойғанмын ғой, как надо было звонить. Жаным звондап. Өз-өзге сообщение жазасың. Я өз-өзге жазамын. Никто не общается со мной. Өз-өзіңе голый фотоларын жібересің ба? Слив жазаймын. Нарцисс па? Нарцисс па? Өте. Сосын ғой осылай отырғанымыз, алыстан арасамыз осылай. Жақсы. Издалека общаемся. Сізді әйеліңіз не деп сақтап болған, бізге сол қызық болып тұр. Мен жаңа көрсеттім ғой бір. Жоқ, сізді әйеліңіз сізді. Любимка деп қойды. Ооо, күшті. Давайте поаплодируем, друзья. Керемет. Бізде сіздей жасқа келгеніңізде романтикамыз сөнбесін. Тоқтамай ұра берейік. Дәрі-дәрмектер көп тең бөлін. Неше түрлі дәрілер шығып кеткен ғой қазір? Витаман. Махаббатты арттыратын. Жоқ, махаббатты арттыратын. Артын жаба алмай жатсың ба? Иә, ситуациядан шыға алмай жатыр. Витаман. Біздің спонсор. Передача 18+ па? Негізі, иә. 21 плюс кетіп отыр. 12+ па? Кеттік. Келесі трец кімдікі еді? Менікі. Ана жаным дегеннен кейін сөйлей алмай қалып көрдім ба, мен дір-дір етіп отыр. Қалай болады екен жаным деген ба? Жігіттерден жігітке бір құпия. Барлық жігіттерге қандай әдетті міндетті түрде ұсынар едіңдер? Джейги пайдасы тиер бәріне дейді. Соған біреу жазып, көше жүрісін азайту керек, бос әңгіме, бос күлкі, бос әрекеттен сақтану керек, аз сөйле, көп істе, өтірік темшік болмау дейді. Осының қайсысына келсесіз? Бәріне келсесіз ба? Ұзақ ойланып кеттіңіз. Жоқ, негізі енді айтқаннан дұрыс айту керек қой. Мен айтып тұрмын ғой өзім өсек жағынан андай. Воспитание жесткий болды бізде. Егер қолынан келмей ме айтпай ақ қой. Қолынан келмей ме істей алмайсың ба, шығарма.
жасайсың ба жаса. Мен ұлдарым мысалы 5 ұл ғой менде қазір, воспитание сондай. Балаларыма айтамын, істей аласың ба, істей алмайсың ба айтпа деп. Пап, мен бітем, пап, мен ертең бітем. Тоқтай тұр. Асықпа, істеп ал, мен өзім көремін, сосын маған көрсетесің. Пап, мен мынаны істедім деп айтма. Өзім солай воспитание сол. Өзімді байта да солай воспитать еткен ағаларым. Қаталсыз ба балаларыңызға? Андай не емес, қатал емес. Қол көтеріп. Жоқ, онда аяқ, чисто аяқ, тайквондист болу. Чисто аяқ. Мен ұлдарыма доспын. Бірақ айтып қойдым, андай не болу керек, грань болу керек, грань өтпейсіңдер. Бірақ мен сіздермен дос боламын. Өйткені Қыздарға бірге барайық дейінші. И так сол примерно балаларым айтқан ғой, үлкенім айттым. Келін баланы маған көрсетесіңдер бірінші. Әйелім айтты, неге мен көрем? Посмотрите, говорю, какую я вам маму нашел деймін да. Модель ғой. И посмотрите, кого она вам нашла деп. Ермек, сенде неше бала? Үшеу. Ну, официально үшеу. Которых я знаю. Наверное, үшеу. Ұл балдар бар ғой? Иә, 2 ұлым бар, 1 қызым бар, Аллаға шүкір. Егер олар осында үлкен жігіт болса, сол өмір жолында қандай ақыл айтар едің? Не деп ақыл айтайын, ұлым саған деп айтып. Так, жалпы қандай? Енді Қазір қандай ақыл айтасың, ладно? қазір ма? Иә. Сен қобалжып жібердің ғой адамды кәдімгі. Жылап жібермеші әйтеуір. Жаңана Ермек серьезно жауап берейін деп жатыр қараңдар. Бингодан кейін, айлитадан кейін. Так, Ой, болады жалпы мен қазір ақыл айтатыным, енді өзіміздің кішкентай кезімізде біз не болған жоқ, соның барлығын қазір балала шағамызға беруге тырысамыз. И соны қадірлеңдер деп ақыл айтамын. Қыздарды ұрмаңдар деп, абьюзер болмаңдар деп, папаларың сияқты. Короче, ақыл айтпайсың, иә? Негізі қазір ақыл айтатын жаста емес қой, 6 жаста ғой. Енді ол сол жерден фундамент болу керек қой бәрібір де. Оған фундамент керек емес, ода уже өзінде фундамент бар. Қалай өзінде? Іштен туып фундамент болды ма? 11-де 12 фундамент құйып тастаған, ол уже бөлек шығып отыр. Иә. Жоқ, жалпы енді ол ақыл айтатын кез болатын сияқты өзі, иә. Өзі міне братан біледі, 20 жаста ұлы бар. Менің ойымша кішкентай 6 жаста не ақыл айтасың оған? Жоқ, енді 12-13 жасқа ұру керек, оның көтін айырып тұр. Иә. 12-15 жасқа дейін примерно сол. Емін-еркін жіберу керек қой, қандай тәрбиелеу керек. Одан кейін барып қана, негізі қазір кішкентай балаларға ақыл айтып керек емес. Қазір сен өзің үлгі бола білуің керек. Көргенін істейді да қазір балалар. Сол үшін мен максимально неше түрлі күшті движениялар көрсетемін. Мысалы, жоқ, бір жағынан бар ғой, айта берсең тоже душнило болып қаласың да оларға. Сондықтан жек көріп кете ма? Иә, баланы қарап отыру керек та, просто айтасың, олай істеме, былай бұл. Құр мысалы Қайрат біледі ғой, Спартаға келген себебім, балалар айтты, братан, бізге көмегіңіз керек. Енді сіздер уже 10 жыл, 15 жыл КВН-де жүрсіздер, просто не повторяйте ваших ошибок дейді. Сіздер қандай жолмен жүрсіздер, просто көрсетіп қойсаңыз, ана жаққа барма, былай бар, былай. Сонда чемпионствоға тез жетеміз. 15 жыл келдік, 15, 16, 17, 3 жылда балалар чемпион болды. Сіздердің арқаңыз деп айтуға болады ғой енді. Енді арқамыз темірқазық бола білдіңіз ғой. Енді үлесімді қостым. менде мысалы мына постқа келіспейтін жерім бар да. Қандай? Сен өзің баласың ғой. Темшік болмаңдаршы дейді да. Темшік деген ол жыбырлап жүр да, значит. Просто жүрген жоқ қой жайдан жай. Ол бір амалын тауып жүр да, ақша табу үшін. Адал жолмен тапса әрине. Иә, ол попытка жасап жатыр да, бесконечный попытка. И түбінде ақша алып келеді да, ол біреу оқсамаса екіншісі оқсап. Енді артын жауып жүрсе нормально. Иә, сол жауып, андай машина көрсетсе енді андай. Так, сосын тағы бір тақырып хит болып жатыр ғой. Келін айлығын енесіне беру керек па деген ше. Дәрет су? Дәрет суымды дайындап берсін деген бар. Иә. Третста отырмайсыз ғой енді. Вообще отырмын, отыратын уақыт жоқ. Андай видеолар бар ғой ТикТокта. Мен вообще біреуге айлығын беру керек деп ойламаймын. Каждый өзінің айлығын өзін ұстау. Жалпы біреуге вообще берген дұрыс емес. Жұмыс өзінің еңбегінің несі ғой. Конечно. Жоқ, негізі анда-санда беріп тұрған дұрыс. Болып жатса ма, реті келіп жатса? Конечно. Ол адамда мотивация кетіп қалады ғой жұмыс істеуге, если ақшасын ала берсең. Зачем? Жоқ, бер деп. Свои проблемы рассказываешь, да? Жоқ. Жоқ, енесіне ақша керек болса, енесі тұрсын да жұмысқа барсын да. Дұрыс емес па? Болмаса күйеу берсін. Иә, болмаса күйеу берсін.
өте болмаса дұрыс. баласы берсін. Кімге беріп жатыр, тоқтаңдаршы. Қалай беріп жатырмын да. Беріңдер, бір отбасын бытшын шығарып жіберіңдер ғой. Болмаса баласы берсін, болмаса келін. Айналдырып бергізіп жіберіңдер ма, не істедіңдер? Кім не берсе де өздері білсін, біреудің отбасына араласпай ақ қояйық, дұрыс қой, Мен соңғы оқып жіберейін бе, бір трец, күшті ол трец бар. Күшті трец. Қазір сезон басталып жатыр ғой, Алматыға келеді да региондардан адамдар. Ненің сезоны? Туристический сезон басталып жатыр ғой. Челеш Басталып жатыр. Черешня сезонға шығды. Черешня сезон. Короче, Алматыға барам, қайда барсам болады? Өзім ғылым академиясы және ұлттық кітапханаға барсам деймін. Сіз не дейсіз? Бұл туристический емес қой ма? Жоқ, почему туристический және? Ғылым академия деген дым демалмайды. Неге баруға болмайды? Болмаушы деймін. Туристический жер бол санала ма ол жер? Күтіп алшы, құда. Жоқ, мен мысалға байқаймын да, бізде қонаққа келеді да, адамдар пландары жоқ та Алматыға келгенде қайда баратын? Мені қыдырт дей ма? Қыдырт дейді. Маған айтады, біздер ана фуникулермен тауға шығамыз дейді. Фуникулермен тауға шықтық. Анда бәрі лыжбен кататься етіп жүріп, бізде лыж жоқ нау. Просто Лыжы жоқ нахуй деген. Өмірге ренжулі ма? Лыжыға ақша жоқ нахуй. Барып қайттық нахуй. Сен өзің жазғанда айтып отырсың ғой. жоқ, ана Айтып тұрмын, свои проблемы. бір қора адамда бізде 5-6 адам, 7 адам болып тұр. Каждыйна 7 мың теңге ма? 5 мың теңге. Өте дұрыс айтасың, сен ғылым ана академиясына апара бер адамдар. Там дешевле, арзандау. Сол 1000 теңге ма? барамыз да, ана жерде басқа адамдар кататься етіп жатыр да, біздер қарап тұрдық да, қайтып келдік да. Сондықтан планировать етіп, заранее Алматыға келгенде анда барам, мында барам, бүйтем, сөйтіп пландарын құрып алу керек сияқты, мен каждый адамдар. Біреуге жолдау ма? Біреуге жолдау ма Келетін конкрет? адамдарға, қонаққа келетін адамдарға пландарыңды құрып келдер, сосын барайық деген. Қайрат бар ғой, туысқандарына біз арқылы айтып жатқан сияқты да, андай ше. Жоқ, ол бүкіл, мне кажется, Сенің туысқандарың сенің зайыбағын шығарып жүрген сияқты. мен ол лыжи кататься ететін жерге барғанда аты қалай еді оның? Шын болады. Оны да білмеймін, шын болады. Просто лыжсыз жүрген біздер емес та, жалғыз анда толып тұр да адамдар. Хотя бы катокқа апарсай, Талғар жаққа. Апару керек. Жоқ, апарамыз ғой, просто пландап келген жақсы сияқты, туристический қалаға келгесін. Не істейік сонда қазір? Стандапқа барайық, анда барайық, мында барайық деп кішкене. Қай гостиницаға жататын барлығын пландап келу керек, Просто Алматыда культурный досуг очень жақсы, өте керемет та. Қазақстанның басқа қалаларында, Астанада ондай культурный досуг. Любойын айта берсеш, жолға ақша тап, арда там все будет деп. Или сен келгенде ше, келгенде алған звондаған кезде айтсай, бля, ертерек айтпадыңдар ма десе. Телефон алмай қоясың. Бля, ертерек айтпадыңдар ма, мен бля Ақтөбеге кетіп қалдым. Кеше ғана. Сен өзің солай отмазка айтатын сияқтысың бар ғой, туысқандарыңа. Мен любойын күтіп алам. Не? Дерзкі күтіп алам ғой мен. Менде андай проблема Өз бар. ақшаларынан Бізде Оралдан туысқандар көп звондайды. Достарым звондайды просто. Анау бір запчасть салып жібере салшы, Карситида ғой. Барып сала салшы дейді да. А ол білмейді да, анау Карсити қай жақта, мен қай жақтамын. Ай, сен Алматыдасың ғой, бір неге барып. Сен, в принципе, Карсити жақтасың ғой. Оны айтпаймын ғой мен. Бір күн уақытың кетіп қалады шынымен де. Жая өрсең, тем более. Курьер ол қаңып кетесің да. Жоқ, еще андай ғой, сен еще ұнамай қалады ғой, жіберген запчасты. Сен мынаны алыпсың ғой, мен оригинал сұрап едім. Мен бір рет мотор салып жібердім. Оны дұрыс емес болып қайтып салып жібердім. Потом мен оны қайтып салып жібердім. И фарысымен салып жібердім, короче, еще мотор и фарымен. Сен Оралдан Алматыда жүрген жалғыз адам сияқтысың. Сол ғой, курьер деген понятие білмейді сияқты ғой. И фарыны қондырған машинасына через 2 недели WhatsApp-пе фотосы жіберіп тұр, брат, қалай болып тұр. Машина жинап алған ба, сосын коробка жібердім, сосын бампер жібердім, сосын капот жібердім. Сразу машина жіберу керек. Машина жинап алды. Бензин жіберші деп тұрса сол. 4 дөңгелек алып. Бензинге ақша жіберші. Сондай. Солай де. Приезжий жігіттер ғой просто. Сізге мысалы қонақтар келсе қалай күтіп аласыз сіз? Қайда апарасыз? Есік ашамын дейші, айтшы. Есік ашамын сосын. Криверіне мен кеттім деп па? Жоқ, бұл кісінің Алакөлде зона отдыхасы бар. Алакөлге шақырамын. Жазды күні кім жалпы Инстаграмын оқиды, бұл кісі өзі дерзкі күтеді қонақтарды, Алакөлге барыңдар, бірге демаласыңдар осы кісінің зона отдыхасында. Аты қандай, айтып жіберіңіз. Құмаркөл. Личный бренд дейді осы ма? Реально Құмаркөл ма? Иә, Құмаркөл. Құмарыңды қандыратын көл ма? Құмаркөл, иә. Келіңіздер, Көктім ауылында Құмаркөл, жаздай сол жақтамыз. Июльдің 1-нен бастап августтың 15-іне сол жақтамыз, 45 күн.
Құмаркөлге барайық. Болды, Алла қаласа. Бүгін жұмыстың бәрін тастап жаздай Құмаркөлде жатайық та. келіңіздер. Енді залдан нетейік? Залдан нетсек нетіп жіберейік, давайте. Нететіндер бар ма? Ана жерде бір жігіт нетем дейді. Құмаркөлге нететіндер бар ма? нетіп нақылмадық па? Микрофон беріңіздер. Бір А былай вообще передача жақсы өт. Нормально болды ма былай? нормально көкен Әдемі отыр. Құмаркөке жақсы, керемет, тамаша. Бізге бәрімізге ұнап отыр менің ойымша. Керемет. жоқ, саған қатты ұнамаса ренжімейміз негізі. Әдемі айтты. Рахмет, досым. Негізінде қазір Threads-та байқасаңыздар бір-біріне личный сообщение жібереді ғой. Соны қыздар бәріне общее обозрение қылады да. Соның бірі мысалға мынандай да. Ты қойма. Это одышка? Жоқ, бит жазып қойған ғой. Сексуальный одышка. Жоқ, неше түрлі да, ана хабарламалар оқысаң бүйтіп. Күлкің келеді. Жоқ, мынау сөз тапқанын айтсаңыздаршы мынаны. Бит жазған ғой. Бля, оқышы. Тиіз болшы дейсің ғой. Табан жалап берсем бола ма? Ақшасын берем деп жазған. Дайректке жазған ғой, соны айтшы. Міне дайректке жазған, соны енді бұл кісі не дейін деп сұрақ қойған ғой енді. Осындай хабарламалар жайлы не ойлайсыздар? Оған ана келіннің енесіне жазу керек, табан жалап берсін, сізге ақша берсін. Ответі бар ғой, жалғасы бар ғой онда. Жалғасы бар, жалғасы бар. Үлкен. Өз-өзін айырып. Бүйтеді. Фу, көргенсіздер ай. Қанша береді екен? Ответі әдемі екен. Сіздердің ойларыңыз? Андай жоқ па? Ұят қайда, намыс қайда, адрес қайда деген бар еді. Сонда жақсы көреді. Табан жақсы көре ма? Адресін, телефон, бірақ біліп алады да. Содан кейін ай болады деп сақтап қойған. Жоқ, шынымен де комментарийде қазақтар чемпион ғой, сүйсініп. Мен сүйсініп оқимын комментарийлерді өзім. И өзіме де сұрақ қойма, мен бит жаза аламын ба, жоқ жаза алмайды екенмін. Жоқ, сіздердің ойларыңыз. Одан да реально не ғой, ол да бір искусство ғой. Жоқ, мынаны примерно бір 40-тан асқан мужик шығар андай жатып алып. Суреті жоқ екен. Мужик жанында отыр. Абайлаш, 40-тан асқан мужик жанында отыр сен. Жаман технично мекатне ма? 40-тан асқандарға әңгімең бар ма? Жарайды, мен де қойдым. Сонымен ойларымыз, табан жалату вообще кайф па негізі? Фетиш. Жоқ, мен сұрағым ондай емес қой негізі. Сұрағым то, что қыздар личкаға жазған нәрсені көпшіліктен сұрайды да. Не істейін мен ары қарай дегенде ғой. Бұл жерде мүмкін мына жігіт может өзінің арманын жазған шығар мысалға. Табан жалақсы келіп жүрген шығар мысалға. Профессия ма? Соны халыққа айтып несі бар дейсің ғой, табан жалатсаң қытығын кеп кайф шығар. Қойшы. Жоғарақ. Фуд фетишисты. Неше түрлі адамдар бар, Разделін один біле ма? Қандай? Фуд фетишисты. Солай Дархан айтқан маған. Табан жалатты. Құлақтарын жабыңдар қыздар. Негізі Бұл реклама ғой, кәдімгі табан жалаймын, интимный предлагать деген. Сондай прикольно. Енді табан жалайтындар көрмейме, әлі көрмеп болмын деп ойлады. Басымнан өткен жоқ. Ол табан жалағыш қой. Слишком тез дамыватық та біз да. Табан жалу қойып. жаңа ғана бингоны айтып отыр едік, бірден табан жалауға кетіп қалдық мысалы. Ясно, сіздердің Не дейміз ойларыңыз енді ол кісіге қандай ми берсін дейміз енді. Танымайтын адам ғой, табанын жалап берсін. Жарайды, табан жалағыш кісіге ми берсін, ал Иә. қызға ше? Қыз енді актив көтергісі келген. Ақша берсін. Ақша берсін. Мүмкін иә? Реклама сөйтіп ретінде. айтқан шығар, Жақсы, иә. жақсы. Если что, Сіздер жазып сөйтесіз ба, көріңдер. когда сами не хотите, желающийлар тауып қалады Иә, деп жүресіз ба? қасынан табан жалағыш табылсын деп. Табылсын, Басқа табылсын. айтарымыз жоқ. Жақсы. Аяқ астынан тауып қалар біреу. Енді бір нәрсе қалайды. Негізі. Осы жердегілер может жазып қалады. Иә, тағы да бар ма? Негізі, мына табан жалау деген, может басқа нәрсені айтты ма екен? Астарлап. Ұлтарақ жасайтын солар болар, иә? Бұл кісі, менің ойымша, Threads-тағы кәдімгідей белсенді, иә? Дұрыс па? Қатты белсенді емес, иә. Жарайды анда. Жаңа приколды айтайын деп отыр едім, жарайды. Өзім жаңа сіз келген кезде ветка салған болатынмын. Бұтақ салған болатынмын. Бұтақты қай жеріне салдың? Threads-қа ветка салған болатынмын. Сізді ана приколмен таниды ғой, шегіртке, Шөпте шөпте жатыр жатыр. деп. Давайте бәріміз бірге деп қоймын.
соған жазған болатынмын. Самый лучший трец Веткаға сыйлық берем деді, ағаға не деп прикол айтсам екен деп. Сол кезде бір қыз жазып жіберіпті, бұл кісінің де сандықтан шығатын уақыты келіп қалды ма деп. Кім өзі жаздың ба? Жоқ, біреу жазып тұр Біреу ғой. жазып кетті. Сандықтан шығатын уақытыңыз келді ма деп. Мен сіздің орныңызда болсам шыдамасам. Көкем, Жоқ, қорқпай отырсың. жоқ, мен оның историясын айтып Чоза берейін сандық да, Шегіртке 2000 жылы шыққан Москвада. Россияның КВНщиктары вопрос қояды, разминка болған ғой. Мен ол кезде 21-демін. Кумар, иди там ответ дейді да. Сұрақ қойылды. Эпистолярный жанр жив деген. Ол біздің бірінші ойын Москвада. Эпистолярный жанр не екенін білесіздер ма? Мен де сондай болғам. Мен де сондай болғам. Қасымда орыс балалардан сұраймын. Эпистолярный жанр не деп сұраватырмын да. Откуда я знаю дейді маған. Если ты не знаешь, я откуда знаю деймін да. Не знаю, иди чем скажи деп. И шықтым да Москвада. Первый канал. Эпистолярный жанр, эпистолярный. Ну, жарайды. Шегіртке шөпте жатыр, құрбаққа келе жатыр. Ойбай, құрбаққа келе жатыр десе ғам ғой. Журил бүйтіп қарады да. И Александр Васильевич айтады, походу ребятам не объяснили, что такое эпистолярный жанр. И мен айтамын да, объяснили, но походу неправильно деймін. Сондай болған. Шах и мат дейсіз ғой, иә? Жоқ, негізі көке, ол соны білгісі келген жоқ, ол сандықтан қашан шықтыңыз деп білгісі келіп жатыр да. Қай жылы шықтыңыз деп тұр ғой. Сандықтан біз жылда шыға береміз деймін. Әлі кірген жоқпыз сандыққа десеңізші. Вообще, Желание желание жоқ. көкем. Операция жасап алған, дәрі-дәрмегін ішіп тұрады. Жоқ, бірдеңе жазып жіберу керекпіз ғой енді ол кісі. Не деп жауап Бараған береді? атынан бізге жазу керекпіз ғой, иә? Трецстанның атынан жауап беріп жүрейік. Жоқ, ағамыздан қазір өзі жазады ғой, просто Қазір надо көкем передать. ойланмасын. Сейчас загрузимся. Ойға батып кетті ағамыз. Жоқ, жарайды, нете берейік Бұл соны. кісінің де сандықтан шығатын уақыты келіп қалды ма? Я дейсаш? Я дейсі болды, зачем оған? Я дейсің. Конечно. Келесі Мен сұрақ. ондайға вообще көңіл бөлмеймін. Давай. Сұрағыңызға рахмет, иә. Сұрақтар бар ма тағы да? Сұрақтары қояйық. Ұялмайық қыздар, ұялмайық, танысайық. Танысайық? Ой, басқа. Просто танысайық па? Просто. Давай мен. Так. Қатысайық деп. Еркебұлан Тоқтар жайлы өз жақын арада бургеріне ашқан екен. Сол бургеріне барған біреу піспеген етпен бургер жеген ғой. Соның шеретін салып қойыпты енді. Сәл ғана қалған. Соның Еркебұлан өзі жауап беріп тұр. Үш жауабы бар мұнда. Даже піспеген жеп қойған қарағанда ұнаған сияқты ғой дейді. Оның астына тағы да әзіл дейді. Бұл жағдайға қолға алдық, мысықтың еті ғой, сәл ұзақтау піседі дейді. Үшіншісі тағы да бар дейді. Тағы әзіл дейді бұл. Бұл жағдайды жөніне поварларға вызов тастап қойдым дейді. Вызов ташлаймын деп жазып қойған. Ташлайын деп. Енді осыған орай сіздер енді КВНщиксіздер ғой, қандай жауап беретін едіңдер әзілмен. Бұндай жағдай. Сен, бауырым, сен триллинг келіп тұрма конкретно. Сонда сұрақ неде болып тұр, получается? Өз білмей тұр неде болып. Жоқ, сұрақ дегенде Не деп жауап берер едіңдер дейді ғой, Еркебұлан әзілмен Тоқтардың не деп орнында жауап болсындар. беретін едіңдер. Типа мысықтың етінен дей ма жаңағы не деп? Жоқ, анау бір қонақ келген бургерге. Не деп атырады оны? Көке, Еркебұлан Тоқтар деген не бар? Боец ше, боец. Сол бургерін ашқан ғой. Сол бургерін Сен сонда құлаққа операция керек деп тұрсың ба не? Сол бургерін әкелген біреу. Мен көзбен естеймін де просто. Сол айтсын. Сол ана бургер жеп атқан кезде сезіп қалған, ет піспеген. Соған сіздер неде жауап айтатын едіңіздер дейді да, сал жерді еті піспеген деп. Оны жек көрейік та бірінші. Жақында көрдім жаңа нені тауыпты ғой, чипті, тағы да бір самсаның ішіне шықты ма, сондайлар көбейіп жатыр ғой. Чиппен пісіріп жүрма уже? Уже чиппен. Білмейміз, жаңа шаурма тұр. В общем, қызықты қылып жауап берейік, бірінші Айболат сен көр өзі. Көр, бастандышы. Мен сұрақты түсінген жоқ, надо... Ой, бәлі. Тағы да... Маған не деп жатыр? Маған не деп жатыр? Құмар ағаның ар жақ бер жағы болып тұрсың ғой. Жоқ, комментариялар бар. Астынан да үстінен де алдырасың ау. Жан жағынан бар. Жоқ, оған да мен кінәлім. Тұратым да Қайрат айқайлап жатыр. Көке! Қайратқа неге сықырып үйреніп алу керек па? Еркебұлан Тоқтар, короче, бургерін ашқан.
ол бургерныйға біреу барып тамақ ішкен, бургерін жеген. айқайламай сөйлеңдер Еті піспей қалған. сосын Ол фотосын салып жіберген Трендсқа. көке екеумізге пародия жасап отыр Еркебұлан Тоқтар оған комментарий жазып кеткен. Еркебұлан Тоқтар емес, СММщиктер ғой жазып кеткен астында комментарий. Мысықтың еті ғой, ұзақ піседі, кішкене піспей қалған ғой деп. Сосын астына тағы бірдеңе жазып кеткен. Фигня жазып кеткен. ерінбей ма до конца. су бересіңдер ма Сосын сен жазып бір демалып ал қазір жалғастырамыз. вызов ташлайын деп жазып кеткен. Сіз сонда соған ағылып жауап берер едіңіз. Я деп жауап беремін, не істеймін мен? Не деп айтамын мен оларға? Не оправдал, да, твои надежды? так давай қайреке сенің ответің қандай болар Қазір 1 минут. Шашап қалды ол. Короче, ағылып жауап беру керек болады анда. Рано. Ветсанитария ма, қандай ветеринария ма? кулинария Жоқ, соларды санэпидемстанция. Вот солардың аккаунтымен жауап беруге болатын сияқты күшті. Қазір әзіліңді әзілдетем деп. күшті әдемі Нормально емес пе? оқысан қызықты болатын еді может быть Иә. әдемі Жоқ, ішпейді. өте Ол- күшті Жоқ, ол ет піспей қалса, значит, жауап беру керек қой. Зачем в шутку превращать? Иә. Ответственность болу керек қой. дұрыс Қай жерде? сіз не деп жауап беретін Блогер едіңіз Кешірім сұраймын, келесіде бір бургер сыйлыққа берем деп жауап берер едім. Тоже Енді піспеген ашылып ба? жатыр ғой. Сен не деп жауап берер едің? сендер бола берсін сендердің жауаптарын жаза Өз таба алмай. не аласыңдар менің жауабымды не аласыңдар ана екі просто маған бізге дейін уже екі қызықты жауап өзі беріп тастағанда Еркебұлан одан қызықтырақ істей алмайсың да жерде уже Мойындадың, иә? жоқ Әзілге онша емес екеніңді. мойындамаймын так берілмеймін жоқ негізі о баланы енді тоже директор сөйлесіп тұрамыз қатты сыйлаймын о баланы айтқан нәрсесін істейді да барады жаңағы сыйламасаңыз болмайтын шығар ол братан қатты бөлеседі ғой қалайсың сыйламасаңыз болмайтын шығар ол қатты бөлеседі ғой деймін жоқ да бауыр ғой все дұрыс жаңағы лайфтары бар нелері Кумар братан да аяғын жақсы көтереді ғой. айтқан нәрселерін істейді да енді бағана айтыппын ғой ана кезде өзі айтып отыр ғой кішкене наелся деп уже бойдан еді жаңағы бургерін ашып жатыр екен енді ол балаға сәттілік әр жасымыз сондай болсын әр балалар сондай болсын айтты ма істеу керек Народный месте батады. негізі жақсы жігіт жақсы иә жігіт бұл кісілер жасы келгенде бата береді любой жерде Любой уақытта бата беріп жүре ма? Құмар аға енді ең Ағамыз үздік трецті анықтаңыз. жоқ Ең үздік көрермендердің арасындағы Иә. трецті анықтау керек. Құмар Қайсысы аға, ұнады қайсысы сізге? ұнады сізге? сандық Сандық. вау міне Берейік. үшеуі мынаның ішінде үшеуін бірдей береміз ба көке бөліп берейік Демеушіміз туралы айтып кетейік. Бізді Иә. қолдаған осы бүгінгі күнімізде. Нархоз. Так, мә қарындасым Давай, сен коробкасын оқы, қайтарып бересің нархозға беруіміз керек Иә. бер екіншісін бер Екіншісін бер. Аш. жайлап екінші ашсын вторая волна наборов колледжі нархоз дейді. Сол себепті Мысық туралы ма? оқығыңыз келсе, нархоз колледжіне шақырамыз қызға берейікші барша біреуін. студенттерімізді. Иә. жоқ берсеңдерші хотя бы ручкамен мына жігітке берсеңдерші ана Пакет. нархой пустой пакет саған үш ручка бар үш қалам Өзара бөлісіп аларсың. Қандай сұрақ болды, сондай подарок, братан. жоқ Кто заслужил, давай да? айтшы асықпай Нархоз колледжна. Вторая волна наборов. Колледж нархоз. 6 специальностей, 2 года и 10 месяцев обучения с возможностью поступить в университет нархоз сразу на третий курс. Дейді. Сол себепті нархозға келіңіздер. Шақырамыз Нархоз! барша. Нархоз. Нархоз шақырады, мен Иә. нархоз шақырады біз шақырамыз иә сіздермен бірге болған мінекей сыйлық бермейміз ба қонағымызға? мынау Құмар аға, свеча бұл көке біздің атымызда. маған бұл Свеча салатын жасқа келдіңіз ғой. көке Хотя бы кішкене оюлармен свечи салыңыз. не қыл дейді давайте Үйдегі жеңгемізге апарып беріңіз, біздің соған ба? Тредстанның атынан. Сіздердің шамдарыңыз өшпесін үйіңізде. ойбай Құмар Ей. Лұқманов. Құмар Лұқманов Айболат Қайрат Айжан және рахмет КВН-нің атасы ағамыз көкеміз неге
легенда, да. Bir ән болсын сіздерге. Қайрат Нұртас. Ауырмай жүрек. Қабалыңыздар. Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті басуға ұмытпаңыздар. Бұл трекстан